Bunga kelishkimen bugun sırapta ayta oldu. Evet. Sınıfta var toplayın. Doğru. Sınıfta var toplayın. Kuncadı. 25-9 ay 28. Bita sırması. Bita sırması. Rol boyunca ne veririz bugün? Altın saatini gösterelim. Nesi? Portretli. Yani dertlerini tekrar tuttum жұмыстарында. Бәрімді деген өкінішке тексеріп жүрмедім. Бірақ сағаттың соңын қайтадан тапсырасында деп айттым ғой. Байқағандарым кейбіреулерің қараптар сырғыныстарды, қарап күнбасын. Кейбіреулерің толыққанды орнамасын. Қараңдар, әріптерден ашып қараңдар. Қандай шекіл берген екен. Сосын кітаптарын ашып қараңыздар. Қандай қателіккен екенсіздер. Соны қараңыздар. Қараңыздар, ескертпелерге назар қылыңдар. Егер өз қателерің болса, сол қаламдарыңды түзеңдер. Сол қателіктеріңізді таба қойыңдар. Енді бүгінгі біздің сабағымыз жаңа бөлім бастаймыз. Кітаптың 25-ші бетін аша қойдық, 3-ші бөлім, тірағызалардың көп түріге де қалады. Аштық па, таптық па? Енді еске түсіремін, сіздер 7-ші класста жалпы тіршілік дүниесін неше патшалыққа бөліп еді? 2? Мына жерде, мына алдын қоса ретте суреті тұратын еді. Естерде ме? 7-ші класста. Сонымен көз алдырған естетіңдер, қалай болып тұратын, сосын айта қойыңыздар. Бес патшалыққа бөлінетін. Енді мынандай сұрақ. Адамдар жануарлық дүниесі мынаған егер келіссеңіздер аяқта тоқтатамыз, егер келіспесеңіздер қол соғамыз. Бірінші адамдар жануарлар дүниесі жатады дейді. Екінші өсімдіктер төменгі ортаға жоғары сатыларға жіктеледі дейді. Үшінші жарықтықтар бөлімі 2 класста жіктеледі. Әртүрлі жауап естімін. Ал, қол соққандарыңыз, ол қате деген есептеріңіздер, үшінші. Неге қате? Жоқ, қол соқсаңдар қате ғой. Ал, кім қате деді ал? Дәлелеңдер жауаптарын. Ал, дұрыс сөзіңдер жауабын дәлелдер. Ал, қол соқсақ дұрыс емес. Жоқ, дұрысын аяқ тоқылады. Дұрыс қатесі қол соқылады. Ал, енді жауаптарын дәлелдеңдерші, неге дұрыс, неге қате деді. Бірінші, адамдар жануарлар дүниесі жасады. Жата ма? Жатпайды. Қайда жатамыздар? Біздер бөлек, жануарлар бөлек, адамдар бөлек. Өсімдіктер төменгі ортаға жоғары сатыларға жіктеледі дейді. Келісесіздер ме? Солай ма? Қате ме? Қалай еді? Өсімдіктер төменгі сатыларға жоғары ортаға деген жоқ қой. Ал жабықтыңдар немесе не деп атайды жабықтыңдарды? Гүлді өсімдіктер 2 класқа жіктеледі дейді. Ол? Ашық бөлек, ашық бөлек қой. Мына жерде класс ма? Ал қандай 2 класс? Дұрыс 2 класс. Қандай 2 класс еді? Бөлек қой. Қайда жануар ғой ол? Қатыстырма. 2 класс. Біреуі тұқымда, екіншісі немесе спора. Өсімдік келеді ғой. Жақсы, бүгінгі тақырыбымыз міне осы сонымен бүгінгі мақсатымыз өсімдіктер бөлімі екен. Оқу мақсаттары, сабақ мақсаттарын танысайық. Тақырып жазамыз. Өсімдік бөлімдер деп атап бізде немесе кітапта 3-ші бөлім тірағызалардың көп түрлі дәптер жазамыз. Өсімдік бөлімдердің негізгі ерекше белгілері дейді. Ол бізде 25-ші бетте орналасқан. Называется 25-ші бет. Мен бара өздеріңіз айтқандай, өсімдіктер бөлінеді екен.
Неше классқа? 2. Жоқ. Білесіз? Иә, қандай? Міне. Ашық тұқымдар, жабық тұқымдар. Жабық тұқымдардың өздері бөлінеді. Тұқымда және спора болады. Бұдан басқа нелер бар? Иә, қылқан жапырақты өсімдіктер немесе ашық тұқымдар деп бөлінеді. Қазір қолданса зертхана жұмысын орындаймыз. Қағазды бүктеліп, таралға сол кезде нақты тұрамыз. Қарай, 6 өсімдік бөлгелер, негізгі белгілер. Енді систематика еңсеңізде ме? Не систематика деген? Немесе жүйелеу, жіктеу. 6 жасты жетілері қарады. Еске түсіреміз, қандай айтамын? Систематика деген не? Е. Систематика жіктеу деген не еді? Мысалы, бір жерде көптеген зат жиіліп үйіліп жатыр. Бірақ әртүрлі, түсі әртүрлі, біреуін ұзын қысқалығы әртүрлі, мысалы қаламдар карандаштар дейді. Соны қалай жіктеу бар? Сол сияқты өсімдіктер дүниесі өте мол, көпті, алуан түрлі бай. Соларды соның бір қасиеттеріне қарай жіктеуді систематика деп атайды. Ал оқиық, өсімдіктер дүниесі не дейді? Дүние не? Бөлім, ашық, класс, қатар, тұқымдас, туыс, түр. Онда ең үлкені систематика не екен? Ең кішісі не? Түр. Сол түр қай атаға түрген? Не бұл? Енді бұл жерде шағын бір видео ролик бар, соны қарап жіберейік. Жақсы. Үш тілде берілген. Төрт тіл ме? Қазақ, орыс және ағылшын тілі. Бізге керегі қазақ тілі. Осыны қысқаша. Мені жерде тіршілік қалай пайда болды? Есілер ғой? Өсімдіктер үнемі қазіргі Дауыс жайлы. үнемі қысқы. Жалғастыру дейді. Жер шымының 5 миллиардтай жыл бұрын қалыптасты. Ал алғашқы реакциялар шамамен 4 миллиард жыл бұрын суда пайда болды. Бұл реакциялар қарапайым бір жасушаларынан кейін көп жасушалы ағзалардың қалыптасуына негіз болды. Сонымен не дейді? Мұнда? Алғаш. Иә, тіршілік қашан? 5 миллиард жыл бұрын. Бұл аз ба көп па? Көп па әрине. Адамның өзінің пайда болғаны қанша мың жыл деп есептеледі? 1 миллиард. Қағаздың екінші бөліміне қараймыз. Қолға аламыз қағазды. Қорытынды бөлімде не жазу бар? Неше бөліммен қатысып өткізеді? Қараймыз, неше бөлім бар екен? 5 бөлім. Қандай ұқсатыстар, айырмашылықтар бар екен? Не соны жазамыз? Иә. Жазамыз. Содан кейін келесі тапсырма. Талқылау дейді. Сұрақ, жабық құмды өсімдіктер дүниежүзіне кең таралған. Не себептен? Неге гүлді өсімдіктер қанша түрі бар дедік бана? 250 мыңнан астам түрі бар. Ал неге сондай көп таралған? Міне соны жауабын жазамыз. Неге сонша көп? Тағы. Өзім, осыған жазайыз. Қағаз жазамыз, осыған жазамыз. Неше түрмен таныстық мында? Бөліммен, неше бөліммен таныстық? 5. Қандай айырмашылықтар бар? 2 сөзбен бұғана, қысқаша. Соны түсіндер ме? Бана қандай өсімдік түрлермен таныстыңдар? Аттан жазу болғанбыз. Неге сұрайсың? Тұрып қалдыңдар? Өсімдіктер 5 түрі бар екен. Түр емес, бөлім. Келесі. Талқылау қосымша дейді. Бірақ тест. Оқшы. Үшінші қосымша, е. Үшінші қосымша, міне. Тамыр қызметін атқаратын жіңішке жіп тәрізді Эпидермис. эпидермис өсімдісінің болуы қандай сағаттан дәл белгілер? Ал, жауап берейін. Бар оқи бар. А. Балды, Б, С, қырғапырақ тәрізді, Д, жабық тұқымды өсімдіктерге. Ал, қайсысы деп ойлайсың?
Tamir xizmatga qarab ingichkaliklarni epidemiya o'simlikning bari. Qaysida? Javob topaylik. Baldır. Baldır deyip kesimizde. Dönüştü. Nıfkos yağın bana ne? Sizde mi? Şu an bana sizde mi? Ya sıra videoda var. Kelesi sıra kim okuyor? Yok hayır. Al hocam. Yerince. Türkiye kararında kılıçtan praktik testlerinin күрделенуін негізінен байқауға болады. Cevap verelim. А. Фотосинтез процесі барысында органикалық заттар түзеді. В. Ұрықтану барысында суды қажет етпейді. С. Споралар өсімдіктерге жатады. Да. Д. Олардың тамырларымен дамалар сопалар болады. Қай жауап таңдайсың? Нүкте қарағанда қыржа практик тесттерін күрделеуін неден байқауға болады дейді. Қай сенде бар ма? Нүкте қыржа практик. Жоқ па? Кімде бар қыржа практик? Қыржа практик өзін атайды. Естік көп Нүктеге, ау? Қажу? Қайсы? Kesimiz var, нүкте қажет емес дейді. Жақсы, рахмет. Сәйкестендіру. Кім оқиды? Ал оқиды. Бөлім. Берілген ағзаларды олардың сипаттамасын сәйкестендіру. Жауабын төмендегі кестеге жазсын. Сіздер мұны астына белгілей қоясыздар. Астына көрсетер ме? Кішкентай көрсетер ме? Ал, сәйкестендіру. Спора арқылы өткізілген сабағы, жапырағы, тамыры болады. Ол қайсысы деп жүрсіз? Қайсына келеді? Спора. Ал. Жауап көрсетер. Дұрыс па, келісеміз бе? Спора арқылы өткізілген сабағы, жапырағы, тамыры болады. Ат еді. Балдырда тамыр бола ма? Ашық.